Сәлем достар, Мединаның каналына қош келдіңіздер. Видеоны соңына дейін қарап, каналымызға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Бүгінгі видеомызда 2 жастан асқан балалармен қандай танымдық ойындар ойнауға болатынын көрсететін боламыз. Бірінші ойынымыз бұл балаларға арналған құмдар. Бұл құмдардың ішіне әртүрлі фигуркаларды салып беріп, немесе ойыншықтарды салып беріп, сонымен бірге ойнауы. Келесі ойын бұл балаларға арналған рыбалка. Бұл жерде балықтарды арнайы магнитиктер болады. Сол магнитиктерді жабыстыру арқылы бала балықтарды алатын болады. Сонымен қатар осылай алып болғаннан кейін қайтадан орналастырып, солай ойнатсақ, баланың ойлау қабілеттіліктері дамитын болады. Бізде үшінші ойын, бұл арнайы жаңағы орталарында жабыстыратын өзінің жабысқақтары бар. Осылай фруктыларды бір-біріне алмастырып, керісіншелеп жаңағы әртүрлі қылып істеп берсеңіздер, балалар соны дұрыс тауып ойнауы қажет. Бізде бұл төртінші ойын. Оқтаудың бір шетіне жаңағы жіпті байлап, екінші шетіне кез келген ойыншықты жапсырып қоюларыңызға болады. Сол арқылы бала сол ойыншықты өзіне қарай тартып ойнайтын болады. Бұл баланың қолындағы майда моторикаларын дамытуына және де баланың жаңағы ойлау қабілеттіліктерін дамытуына үлкен мүмкіндік береді. Бізде бесінші ойын, бұл макаронның әртүрлі түрлерін немесе дәнді дақылдардың әртүрлі түрлерін салып берсеңіздер болады. Солардың түрлерін жеке-жеке ыдыстарға осылай бөліп берулерін сұрасаңыздар, баланың жаңағы ойлау қабілетін, қолындағы майда моторикаларын дамытуға үлкен мүмкіндік беретін боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, тамашалағандарыңызға рахмет. Біздің видеомыз пайдалы болды деп ойлаймыз. Келесі кездескенше сау болыңыз.